Қыздар, мына рецептпен пицца істеп сатсаңыздар да болады ғой. Оригинал рецепт, басты 2 құпиясы бар, соны білсеңіздер болды. Ең басты бірінші құпиясы қамырды дұрыс илеу. Барлық құрамын дәл осы видеоның астына жазып қойдым. Грамын, қалай илену жолын барлығын білсеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Ал енді екінші құпиясы бұның соусында. Осындай 3 штук қызанақты аласыздар, блендердан езіп аласыздар. 3 штук чеснокты теркадан өткізесіздер. Қызып тұрған майға чесногымызды саламыз, үстіне тұз қосамыз, паприка қосамыз. Және дүкендерде осындай орегано деген дәмдеуіш сатады. Осыны міндетті түрде қосасыздар. Үстіне қызанағымызды құямыз. Қыздар, міндетті түрде араластырып отырамыз. Дәл осылай 5 минут араластырып соусымызды дайындап аламыз. Одан кейін соусты суытуға жібереміз. Көтерілген қамырымызды 3-ке бөлеміз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 3 пицца шығатын болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Барлығын жайып аламыз. Табамызға орналастырамыз. Үстіне енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген начинканы пайдалана берсеңіздер болады. Біздің балалар колбасамен жегенді жақсы көреді, сондықтан да мен үнемі осы Нарленнің халал колбасаларын пайдаланамын, шұжықтарын. Сіздерге де алуға кеңес беремін. Өте дәмді. Кафедегідей 5 түйір емес, енді үстіне салмасын молынан саламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз және дәл осы пиццаны 300 градуста 7 минут пісіріп алатын боламыз. Қыздар, рецепт деген өте оңай. Бір үйреніп алсаңыздар, басқа рецептпен мүлдем жасамайтын боласыздар. Сондықтан дәл осындай оңай, бір жасағаннан шыға қоятын рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз.